Қазғырт ауданында медресе мен жазғы сауықтыру лагері салынады. Көктөбе баурайында бой көтеретін бұл нысандардың құрылысын Жаннатул Фирдауси қайырымдылық қоры қолға алып отыр. Қор өкілдері осылайша бұл аумақты рухани алаңға айналдырмақ. Өскелең ұрпақты ізгі амалдарға баулитын орталықтардың жобасымен арна тілшісі Мақпал Рыспаева танысып қайтты. Қазғырт аудандағы Көктөбе баурайы рухани орталыққа айналады. Тау бөктерінен медресе мен балаларға арналған сауықтыру орталығы бой көтереді. Құрылыс алдағы жылдың көктемінде басталады. Жаннатул Фирдауси қайырымдылық қорындағылар алдымен болашақ рухани орталықтарға апаратын жолды салды. 9 шақырымдық жалғыз аяқ жолмен қазір көліктер жүйткіп жүр. Мына жол бұрын болмаған, ол жерге жол. 9 шақырым жол, арнайы техникалармен осы жол жасалды міне. Қазір көріп отырсыздар осы жолды. Түрлі дертке дауа шипалы суымен танымал Көктөбе туризмді түлетуге сұранып тұрған мекен. Саф таза ауасының өзі жан сарайыңда шат. Табиғаты тамылжыған көрікті аймақта медресе мен 500 балаға арналған жазғы сауықтыру лагері салынатын болады. Қазғұрттық тұрғындар бұл орындар жастарды ізгілікке баулып, өскелең ұрпақтың рухани дамуына жол ашады дейді. Ауылда да мешіттер салынып отыр, жаңағы оқытушы ұстаздар аз, біз білеміз ғой енді осы жерде. Осы жерден дәріс алса, біздің ауылымызда жаңағы діни жолға түскен адамдар көп, бірақ жаңағы білім аз да, білім керек. Сол білімді дамыса, енді рахметіміз одан бетер күшті болар еді, біз жақсы болар еді. Бірақ мына демалыс орны деп жатырмыз, ол демалыс орнында болатын жағдайы бар. И оқытуға да бәр жағдай бар. Бұл жерде суда, ауада таза, бәрі жақсы да. Міне осындай киелі жерге бүгін жасалып жатқан тірлікке тек қана жақсы болсын деген ниетім бар. Бұл жерде болашақта медресе болмақшы, азаматтар демалатын бір аймақ болмақшы, медресе болса да, демалатын аймақ болса да, Қазақстанның болашағы үшін еңбек ететін нәрсе, болашағымыз балалар болғаннан кейін, сол балалар осындай өлкеде өсіп өссе, осындай тәрбиені алса, жалпы қазағымыз жақсы болады деген үлкен ниет бар. Жаннатул Фирдауси қайырымдылық қоры 2016 жылы құрылған. Содан бері қор өкілдері елімізде түрлі әлеуметтік жобаларды жүзеге асырып, игі істердің басы қасында жүр. Қайырымды жандар Нұх пайғамбар кемесі қайырылған қасиетті мекеннің жұртшылығын жинап, ақсақалдардың батасымен үлкен істі бастап кетпек ниетте. 3 қабаттан балдарға лагерге шатыр тұрады. Балдардың спорт залдары ішінде болады, футбол залдары болады. Болмаса мынанша нәрсеге қаржы жеткізу мүмкін емес. Бірақ қазақ не дейді, көп пікірші? Көлеміз. Жаннатул Фирдауси армандаған Қазақстанның барлық ұлы бар, қызы бар, жасы бар, қарызы бар, бізге бір қарасы бар. Сол халықпен біргеміз ғой, иншалла, соның үшін көңілім тоқ. Болашақ сауықтыру орталығында да дін қызметкерлері жастардың діни сауатын ашып, имандылыққа баулитын болады. Сонымен қатар мұнда оқушылар ұлттық спорт түрлерін үйреніп, қазақы дәстүрдің қаймағына қанығады. Алдағы уақытта қор өкілдері жаңаша әдіспен жұмыс істейтін орталықтарға апаратын жолды асфальттеп, келушілерге ыңғайлы жағдай жасаймыз деп отыр. Медресе мен лагерь аумағы түрлі сәндік талдарақтармен, гүлдермен көмкеріліп, Кешен ауданның көрікті орнына айналмақ. Мақпал Рыспаева, Мұрат Адинаев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.